Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге ұлтымыздың ұлттық сусыны саумал мен қымыздың ерекше қасиеттерімен бөлісетін боламын. Алдымен қазақ тілді каналымды қолдап, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз маған шабыт береді. Саумал жаңа сауылған бие сүті, одан қымыз ашытылады. Кейде суытып қымыздың қорына қосылған сүтін саумал деп те атайды. Саумалдың шипалы қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, қырыққат баршақ, өт, бауыр, тоғышек қабынуының алдын алуға маңызы зор. Қан кеселіне тосқауыл, оны қанның сүзгісі деп орынды атайды. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Обыр клеткаларына тосқауыл болып, буын ауруларына пайдасы тиеді. Ғалымдардың пайымдауынша саумал жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту үдерісіне қатысатын ағзаларға, асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек үлкен жүктеме жасамайды. Сондықтан дененің қалыпқа келу үдерісін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, суық тию мен тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасын емдеуге болады. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Айта кетерлігі, мұндағы кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді. Саумалдың құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиыр сүтінен 7 есеге жоғары. Қазірде Еуропа ғалымдарының өзі саумалды емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді. Көңіл бөлетін жайт, сүтті сауғанда қалай ыдысқа сауса шипалы қасиетін тез жояды. Саумалды қыш ыдысқа, не болмаса ысталған қауаққа сауады. Тағы бір ескеретін жайт, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа қотарып мазалай бермейді. Саумалдың шипалы болуына, қымыздың емді қасиетіне, жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумал мен қымыздың қандай пайдасы бар? Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыздың қымыздың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені талай мәрте жазылып та келеді. Көптеген адамдар бие сүтін қалай қолдану керектігін біле бермейді. Негізінде саумалды күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 мг-нан ішкен абзал. Ем осылай жалғаса берсе, бір аптадан кейін адамның көңіл күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, асқа деген тәбет ашылады. Емдеу уақыты 1 ай. Бие сүтін сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде негізгі қасиеттерін жоғалтады. Бірақ саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Осылай еткенде табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді өз бойына сақтайды. Саумал мен қымыздың қандай пайдасы бар? Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз қымыздың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор. Қымыз құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тоқтала кетсек. Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлетеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады. Іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш қуатын арттырады. Бүйрек пен бауырды қанықтырады. Қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит сияқты аурулардың алдын алады немесе жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады. Ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге
ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы гемоглобин, эритроцит көбейеді. Тамырдың соғуы жиілеп, қан айналымы жылдамдайды. Қан тамыр жұмысы мен жүрек соғысы жақсарады. Кез келген сүттегі ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде ол 1,8-де 2% болады. Қымызда шамамен 1,3-2% май бар. Бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе кем. Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның иммунитеті артады. Қымыздың құрамында қанықпаған май қышқылдары адам денесіндегі жасушаларды жақсартады. Ағзадағы зат алмасуын реттеп отыратын асқазанның, ішектің, ұйқы безінің, ас қорыту сөлдерінің, бауырдағы өт бөлетін ферменттердің жұмысын ынталандыратын қымыз құрамында пайдалы заттар бар. Қымыз құрамында ағзаға жеңіл сіңетін ақуыздар, амин қышқылдар болғандықтан сусынның бұл түрі сырқат адамның күш-қуатын тез қалпына келтіреді. Саумалды өзіңіз ішіп қана қоймай, жаз, күз айларында балаңызға көбірек беріп алуға тырысыңыз. Сонда ғана қыс бойы балаңыздың түрлі жұқпалы аурулардан, тұмаудан алыс болуына көп көмегі тиеді. Тұмау тисе де жеңіл өтеді. Бүгінгі ақпарат сіз үшін құнды болса, қазақ тілді арнама қолдау білдіріп тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.